Эфирде Еңбек Ньюс. Студияда мен Манап Мәжи және менің әріптесім Әйгерім Құсайынова. Добрый день. Бүгін біз осы апта кәсіподақтардың ең маңызды оқиғалар туралы хабарлаймыз. Төраға Сатыбалды Дәулеталин бастаған Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының делегациясы Душанбедегі Орталық Азия кәсіподақтар халықаралық еңбек стандарттарына сәйкес алдын алудың, есеп берудің және тексерудің тиімді саясатын ілгерілету арқылы қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларында құқықты қорғайды. Орталық Азия кәсіподақтарының аумақтық конференциясына қатысты. Форумды халықаралық еңбек ұйымы мен Тәжікстанның тәуелсіз кәсіподақтар федерациясы ұйымдастырды. 2 күн ішінде Орталық Азия елдері, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан кәсіподақтарының көшбасшылары белсенді, сондай-ақ халықаралық еңбек ұйымы авторлар сарапшылары еңбек Азия аймақтық кәсіподағының қызметіне халықаралық қауіпсіздік стандарттарын енгізу бойынша негізгі ұсыныстарын анықтады. Кәсіподақ көшбасшылары Орталық Азия елдері кәсіподақтарының кеңесінің мүшелері орталық кәсіподақ алдындағы мақсатын айқындап, кеңес мүшелеріне аймақтық қауіпсіздік және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету стандарттарын жүзеге асыру бойынша өзара іс-қимылын одан әрі үйлестіруге кірісті. В честь празднования Дня Республики профлидеров и профактивистов Федерации профсоюзов со всех отраслей и регионов страны чествовали высокими государственными наградами. Многолетний труд профсоюзных работников различных отраслей отмечен орденами Парасат, Курмет, Ембек Данкы 3-й степени, медалью Ирин Ембегышин и почетной грамотой Республики Казахстан. Награжденные выразили благодарность Федерации профсоюзов за справедливую оценку труда простых работников и за вклад в развитие социально-трудовых отношений в стране. Денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы қоғамдық бірлестігі кезекті рет қайырымдылық шарасын өткізді. Ұйымның қолдауымен Түркістан облысының медицина мекемелеріне қарасты қызметкерлерге, соның ішінде 250 кәсіподақ мүшесіне азық-түлік себеттері таратылды. Әлеуметтік қолдауға ие болғандардың басым бөлігі кіші буын медицина қызметкерлері. Айта кетейік, аталған кәсіподақ ұжымы медицина қызметкерлерін қолдап қана қоймай, оларға әлеуметтік көмек те көрсетіп келеді. Кәсіподақ тарапынан көмек алғандардың саны жылдан жылға артып, сала қызметкерлердің зор сеніміне ие болуда. Социальные партнеры Костанайской области приняли дополнение в областное трехстороннее соглашение на 2021 и 2023 годы. Документ предусматривает положения, расширяющие спектр трудовых и социальных обязательств сторон социального партнерства и гарантий для работников области. В целях обеспечения безопасных условий труда внесены дополнения по выработке согласованных действий по ежегодному уменьшению уровня производственного травматизма, созданию в организациях производственных советов по безопасности и охране труда, обучению работников. По данным уполномоченных органов, в этом году в области произошло 82 несчастных случая, из них 32 с тяжелыми последствиями и 10 смертей. Наряду с этим социальные партнеры поддержали предложение профсоюзного центра и договорились производить ежегодную индексацию заработной платы на условиях, определенных в коллективном договоре или акте работодателя. Жамбыл облысы кәсіподақтар орталығының төрағасы Бағлан Қарашолақов аймақтағы ірі кәсіпорынның бірі Тараз металлургиялық зауыты жұмысшылармен кездесуде Кәсіподақтар Федерациясының қалың қалай бастауыш ұйым акциясының мән жайын айтты. Әлеуметтік әріптестік жылы аясында атқарылып жатқан жұмыс жайлы тоқталып өтті. Сондай-ақ мұндай кездесулер жұмысшылармен тікелей байланыс орнатып, көтерілген мәселелерді оңтайлы шешуге байланысты болатынын жеткізді. Кездесу барысында зауыт жұмысшыларының қойған өзекті сұрақтары назарға алынды. Тараз металлургиялық зауытының бүгінгі күні 840-тан астам еңбеккер жұмыс жасайды. Олардың 670 жұмысшылардың кәсіподақ мүшелері. Биылғы жылы жұмысшылардың жалақысы 30%-ға артқан. Федерация профсоюзов продолжает образовательный проект «Школа профсоюзного лидера». На уходящей неделе лектором очередного семинара выступил председатель Комитета по социально-экономическим отношениям и социальному партнерству Саруар Кенжебулат, который ознакомил слушателей с ключевыми аспектами стратегии деятельности профсоюзов профсоюзов РК на 2020-2025 годы в единстве к справедливости и развитию. Спикер остановился на основных задачах ФПРК, отраженных в стратегии, и рассказал участникам и об инициативах ФПРК по совершенствованию законодательства, регламентирующего сферу социально-трудовых отношений.
На семинаре обсуждены также текущая ситуация в социально-трудовой сфере страны, экономические тренды на рынке труда, вопросы безработицы, уровня минимальной зарплаты и другие актуальные вопросы. Напомним, курс образовательного проекта рассчитан на 3 месяца, по окончанию которого профлидеры и профактивисты первичных профсоюзных организаций получат сертификаты об окончании школы профсоюзного лидера. Бұл осы аптаның барлық жаңалықтары. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. До свидания.